Армысыздар. Шағын кәсіпкерлер жиналып қалған айыппұл мен өсімпұлдан толық құтыла алады. Бұл жеңілдікті пайдалану үшін наурыз айының соңына дейін негізгі салық қарызын бюджетке төлеу керек. Қаржы министрлігінің бұйрығымен салық амнистиясының ережелері бекітілді. Бұл жеңілдікке кімдер ілігеді, қандай қарызы кешіріледі? Мұны білген абзал. Салық жеңілдігін қолдану шарты қандай? Кімдердің қарызы кешіріледі, ол қалай жүзеге асады? Бүгін осы туралы айтамыз. Елдегі микро және шағын бизнеске салық жеңілдігі енгізілді. Қаржы министрі қол қойған бұйрыққа сәйкес кәсіпкерлер айыппұлдар мен өсімпұлдардан құтылуы мүмкін. Ол үшін басты шарт кәсіпкер 2026 жылғы 1 қаңтар мен 31 наурыз аралығында негізгі салық қарызын толық төлеуі тиіс. Егер бұл шарт орындалса, мемлекет есептелген айыппұл мен өсімпұлдар жояды. Бұйрық ресми түрде 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енді. Сондықтан сол уақыттан кейін туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады. Мысалы, егер кәсіпкер 2026 жылғы қаңтарда қосылған құн салығы бойынша 200 мың теңге қарыз болса және оған 50 мың теңге өсімпұл қосылған болса, негізгі 200 мың теңгені наурызға дейін төлесе, қосылған 50 мың теңге автоматты түрде есептен шығарылады. Бизнесті қолдау мақсатында мемлекет тарапынан микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін өсімпұлдар мен айыппұлдар сомасын есептен шығару ережелері бекітілді. Бұл шара қарыз жүктемесін азайтуға және негізгі салық берешегін ерікті түрде өтеуді ынталандыруға бағытталған. Аталған шара жеке тұлғаларға қолданылмайды. 2026 жылғы 1 қаңтар жағдайы бойынша микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері санатына жататын тұлғалар өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығаруға құқылы. Жеңілдіктек 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша микро және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне беріледі. Мемлекет кәсіпкерлердің жыл басында есептелген немесе бұрынғы қарыздар үшін кейін есептелген өсімпұлдарын кешіре алады. Салық айыппұлы да осы жеңілдік қатарына енді. Егер кәсіпкер негізгі салық қарызын төлесе, сол салыққа байланысты айыппұлдар жойылады. Сондай-ақ қосылған құн салығы бойынша айыппұлдар, яғни 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін құн салығын төлеуші ретінде тіркелмей жұмыс істеген үшін салынған айыппұлдар да кешіріледі. Сонымен қатар тағы бір ескерер жайт, егер компания банкроттық немесе оңалту рәсімдер аясында салықты кейінге шегерген болса, оларға да жеңілдік беріледі. Олар 1 сәуірге дейін негізгі қарызын өтесе, өсімпұлдар мен айыппұлдар есептен шығарылады. Жеңілдік алу үшін салық органына еркін формадағы өтініш беру жеткілікті. 2026 жылғы 1 қаңтар мен 31 наурыз аралығында берешек сомасы толық өтелген жағдайда мынандай сомалар есептен шығарылуға жатады. 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 15 шотта тіркелген өсімпұл, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап төленген күнге дейін берешек сомасы есептелген өсімпұл, салықтық құқық бұзушылықтар үшін салынған және 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша есептелген айыппұлдар. Жеңілдікті жүзеге асыру 3 кезеңнен тұрады. Біріншісі негізгі қарызды төлеу, кәсіпкер 2026 жылғы 1 қаңтар мен 31 наурыз аралығында барлық негізгі салық қарызын толық төлеуі тиіс. Бұл негізгі қарыз мемлекетке төлеуге міндетті барлық салық сомасы. Екінші комиссия тексерісі бұйрық күшіне енген соң әр өңірде салық органдары арнайы комиссия құрады. Комиссия наурыз айының соңына дейін кәсіпкерлердің негізгі қарызын төлегенін тексереді. Яғни комиссия кәсіпкердің шоттарын қарап, кім толық төледі, кім төлемеді, соны анықтайды. Үшінші кезең айыппұл мен өсімпұлдарды есептен шығару. Тексеру аяқталған соң салық органдары 3 жұмыс күні ішінде айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептен шығарады. Бұл ақпарат кәсіпкердің жеке шотында көрсетіледі. Негізгі қарыз өтелмеген жағдайда өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығару жүргізілмейді. Көп жағдайда есептен шығару дербес шоттарға жүргізілген түгендеу қорытындысы бойынша автоматты түрде жүзеге асырылады. Өтініш тек міндеттемелерді мерзімнен бұрын орындау кезінде қажет. Мысалы, төлеу мерзімі өзгертілгенде кейінге қалдыру, бөліп төлеу бойынша және де оңалту және банкроттық рәсімдері кезінде. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай, құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине бұл үшін бәрін білген абзал, аман болайық.